Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 125 сабақ. Егер видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сан есім. Біз бұл тақырыптан мәтіннен сан есімдерді табамыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамыз. 18-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды. Қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. 1. Нағыз туристер деген кімдер? Нағыз туристер жаңа жерлерді танып білуге қызығатын, сол жердің мәдениеті мен табиғатын құрметтейтін жауапкершілікті саяхатшылар. 2. Саяхатшылар қандай болады? Саяхатшылар әуесқойлар, яғни демалу үшін, тәжірибе іздеушілер, жаңа әсер үшін, экстремалдар, шытырман оқиға үшін, және де 4. іскерлік саяхатшылар, яғни жұмыс мақсатында саяхаттайтын саяхатшылар болып бөлінеді. Саяхатшылардың неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Саяхатшыларды табиғаттың жанашыры дейді. Себебі олар табиғаттың сұлулығын көріп, оны қорғаудың маңызын жақсы түсінеді. Көптеген саяхатшылар экотуризмді қолдап, қоқыс тастамайды, табиғи орынды бүлдірмейді, жануарлар мен өсімдіктерге зиян келтірмеуге тырысады. Мәтіннің қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Олар 2, 3, 8, 10 және 1. Осылай дәптерге қатесіз әдемілеп жазып аламыз. Келесі бізге берілген ережені мұқият оқып, жаттап аламыз. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы 5, 7, 9, 20.
Келесі 19-шы жаттығу. Мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Сан есімнің астын сыз. Мұнда бізде сан есім бір деген сөз. Себебі қанша деген сұраққа жауап береді. Келесі 20-шы жаттығу. Суреттерге қарап қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Астанамызға саяхат. Мен жазғы демалыста Астана қаласына саяхатқа шықтым. Бізбен бірге 5 адам барды. Астанада қанша әсем ғимараттар бар екенін көріп таң қалдық. Біз Бәйтерек монументіне, Хан Шатыр сауда орталығына және түрлі түсті мүсіндер орнатылған алаңға бардық. Ол жерде неше түрлі қызықтар орындар бар екен. Бұл саяхатта мен көп нәрсені үйрендім. Астана өте әдемі, заманауи қала. Әңгімеде қанша неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдаландық. Келесі 21-ші жаттығу. Мақалды көркем жаз. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Онда сан есім 7, яғни 7 жұрттың 7 түрлі деген сөздермен, яғни зат есіммен байланысып тұр. Келесі 22-ші жаттығу. Ойлан тап. Алғашқы түбір сөз аспан әлемнің бірі, екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысан зәнкестің түрі. Бұл жұмбақтың жауабы жұлдыз құрт. Ішіндегі сан есімдерді теріп жаз. Сан есімдер алғашқы, екінші, екеуін және бірі. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.